Сәлеметсіздер ме? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше шарлотка жасаймыз. Ол үшін бізге видеодағыдай 200 грамм айран, 2 жұмыртқа, 80 грамм маргарин, разрыхитель және де жарты пиала қант. Шамамен 600 граммдай ұн қажет болады. Осылай 2 жұмыртқаны жарып, оған жарты пиала қантымызды салып, жақсылап осылай көбіктеніп араластырамыз. Енді 80 грамм маргаринімізді саламыз, ертілген тоже. Тәтті 200 грамм айран қосамыз. «600 грамм ұн қосамыз, оған қопсытқышты араластырып алдым. Осылай жақсылап араластырамыз тағы да. Бір келкі қою масса дайын болады. Осылай жақсылап араластырамыз қою болғанша. Енді жаңағы 4 бұрыштылап туралған алманы осы массаға араластырдым жақсылап. Енді жаңағы 2 алманы бетіне сәндік үшін қолданамыз. Оны да осылай жұқа ғып 4 бұрышты ұзынша етіп турап алдым. 4 бөлікке бөліп, осылай ұзынша етіп турайсыздар. Сәндік үшін қолданасыздар беткі бөлігіне. Енді 180 грамм қызып тұрған табаны, пеште қызған табаны осылай массамызды құямыз. Құйып болған соң, қасықтың көмегімен бір келкі етіп бетін тегістеп шықтым. Енді жаңағы жұқалап туралған алманы осылай шетінен бастап шеңбер тәріздес етіп алманы салып шықтым. Осылай беткі бөлігін толығымен алмамен толтырасыздар. «180 градуста қызарғанша пісіресіздер. Тағы да түсінбеген жерлеріңізді описание бөліміне нақты толықтырып жазып шықтым, көрсеңіздер болады. Маған тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Өте дәмді шықты. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Менде болмаған соң сеппедім. Ас болсын.